Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Абай Құнанбайұлының 18-ші қара сөзіндегі кербез ісі. Сабақтың оқу мақсаты шығармадан қажетті дәйектерді жинау, негізгі ой түйіндерін анықтау. Оқушылар, сіздерге сабақ басында ой түрткі сұрақ. Пейілі жаман кісіден көшеді, өз асын өзі жасырып ішеді. Жақсы кісі текшіл, жаман кісі кекшіл. Ақсауыттың жағасы бар, жеңі жоқ, шын жақсының ашуы бар, кегі жоқ. Оқушылар, берілген мақалдардан бәріне ортақ деп нені айтар едіңіз? Бәріне ортақ ол мінез. Мінез адамның тұрақты психикалық ерекшеліктерінің жиынтығы. Оқушылар, Абай Құнанбайұлы өзінің 45 қара сөзінің бірнешеуінде адамның мінез құлқы туралы талдап, оған философиялық ойларын жазған. Енді оқушылар, назар аударып қараңыздар. Мақтан деген нәрсенің мен екі түрлісін байқадым. Біреуінің атын үлкендік деп атаймын, біреуін мақтаншақтық деймін. 21-ші қара сөз. Келесі ақынның 31-ші қара сөзінде мінез туралы мынандай дейді. Ғылымды, ақылды сақтайтұғын мінез деген сауыты болады. Сол мінез бұзылмасын. Көрсе қызарлықпен, жеңілдікпен, я біреудің орынсыз сөзіне, я бір кез келген қызыққа шайқалып қала берсең, мінездің біріктігі бұзылады дейді. Әрбір құмарлық өзіне бір дерт болады екен. Әр түрлі құмар болған нәрсеге жеткенде, яки әне-міне жетер жетпес болып жүргенде, бір түрлі мастық пайда болады екен. 15-ші қара сөз. Ұят деген адамның өз бойындағы адамшылығы, иттігіңді ішіңнен өз мойныңа салып, сөгіс қалған қысымның аты. 36-ші қара сөз. Мінеки балалар, Абай Құнанбайұлының бірнеше қара сөзінде мінез құлыққа осындай түсіндірмелер берілген. Енді қара сөз дегеніміз не екен? Қара сөз көркем әдебиеттің үлкен бір саласы. Қара сөз дегеніміз ғылым туралы, философия туралы, дін туралы қара сөзбен жазылған еңбек. Абай Құнанбайұлы 1890-1898 жылдар аралығында 45 қара сөзін жазып шығарған екен. Құрметті оқушылар, Абайдың 45 қара сөзінің ішінде мінез құлыққа тағы бір мән беріп қараған, оны талдап түсіндірген қара сөзінің бірі 18-ші қара сөзі. Осы 18-ші қара сөзінің аудио нұсқасын тыңдаңыздар. Адам баласына шыртықсыз, кірсіз, сыпай киініп, һәм ол киімін былғап, былжыратып кимей, таза кимек дұрыс іс. Ләкин өз дәулетінен артық киінбек, не киімі артық болмаса да, көңіліне қуат тұтып, тым айналдырмақ кербездің ісі. Кербездің екі түрлі қылығы болады. Бірі бет пішінін, сақал мұртын, мүшесін, жүріс тұрысын, қас қабағын қолдан түзеп, шынтағын көтеріп, қолын тарақтап әуре болмақ. Біреуі атын, киімін, айран ішерім деп, солардың арқасында сыпайы жұғымды жігіт атанбаққа, өзінен ілгерілерге елеулі болып, өзі қатардың ішін күйдіріп, өзінен кейінгіге әттең дүние-ай, осылардың атындай ат мініп, киіміндей киім кигеннің не арманы бар екен дейтұғын болмаққа ойланбақ. Мұның бәрі масқаралық, ақымақтық. Мұны адам бір ойламасын. Егерде бір ойласа, қайта адам болмағы қиыныс. Кербез дегенді осындай керден немеден безіңдер деген сөзге ұқсатамын. Тегінде адам баласынан ақыл, ғылым, ар, мінез деген нәрселермен озбақ. Онан басқа нәрселермен оздым ғой демектің бәрі де ақымақтық.
Балалар, қазақ халқының ұлы ақыны Абай Құнанбайұлының киіну мәдениеті туралы көзқарасы, ақынның кербездік ұғымы жайындағы философиялық тұжырымы 18-ші қара сөзінде жазылған. Айтайын ма? Абай шығармаларындағы мінез құлық, тәлім тәрбиелік сыны әртүрлі болып келеді. Солардың бірі сәнқойлық немесе кербездік жайында. Балалар, Абай 18-ші сөзінде кербездің екі түрлі қылығы болады. Бірі бет пішінін, мұртын, мүшесін, жүрісін, қас қабағын қолдан түзетіп, шынтағын көтеріп, қолын тарақтап, әуре болмақ деп, адамның сыртқы келбетінің ішкі мазмұнын қарастырады. Адамның сырт келбетінің жағымды, бірақ жасанды болмауын айтады. Бұл қара сөзін ғұлама ойшыл мынадай келелі оймен тәмамдайды. Тегінде адам баласы адам баласынан ақыл, ғылым, ар, мінез деген нәрселермен озбақ. Онан басқа нәрсемен оздым ғой демектің бәрі де ақымақтық. Яғни балалар, Абайдың айтуы бойынша, адам бойындағы мақтан құмарлық қасиеті ақымақтық болып саналады. Абайдың бұл қара сөзіндегі айтар ойы, оның өзінде бармен көзге ұрып, артылам деме өзгеден деген өлең жолдарымен ұштасып, нақты мысалмен түсіндіріліп тұр. Оқушылар, сіздерге 18-ші қара сөздің мазмұнымен танысқан уақытта түсініксіз сөздер кездесті. Сол сөздермен жұмыс жасайық. Һәм сөзі және әрі мағынасында. Ләкин, алайда, бірақ мағынасында. Кербез, керіліп созылған әсемдікке құмар. Кердең, өте жай жүрісті кісі деген мағынада берілген. Оқушылар, 18-ші қара сөздің мазмұнымен толықтай таныс болдық. Енді сол мазмұнды меңгеру үшін тапсырмалар орындауға көшейік. Сендерге берілетін бірінші тапсырма мынандай. Балық қаңқасы әдісімен қара сөз мазмұнынан қажетті дәйектерді жинақтаңыздар. Оқушылар, тапсырманы орындап болсақ, мендегі болжамды жауаппен тексеріп көріңіздер. Оқушылар, тапсырманы орындап болсақ, мендегі болжамды жауаппен тексеріп көріңіздер. Балық қаңқасы әдісі бойынша оқушылар, бізде балық басына кербез адам қылығы жазылды. Яғни, 18-ші қара сөздің мазмұнындағы маңызды нәрсе ол ақынның кербез адамының қылығын екі түрлі етіп сипаттап талдауы. Жоғарғы жағына бір түрдегі кербез адамның қылығы берілсе, төменгі жағына екінші түрдегі кербез адамның қылығы берілді. Және балықтың ең төменгі бөлігіне сол қара сөздің негізгі түйіні, яғни шешімі берілді. Енді мендегі жауап мынандай. Пішінін, мұртын, мүшесін, жүрісін, қас қабағын қолдан түзетеді. Бұл бірінші түрдегі кербез қылығы. Шынтағын көтеріп, қолын тарақтап әуре болады. Екінші түрдегі кербез адамы мынандай сипаттамаға саяды екен. Атын, киімін айран шерімдейді. Киімі мен дүниесінің арқасында сыпайы жұғымды атанады. Сырт бейнесімен өзінен ілгерілерге еленеді. Өзінен кейінгілерді қызықтырады. Ал өзімен қатарғылардың ішін күйдіреді, қызғандырады екен. Осы екі түрлі мінезді талдай отырып, Абай Құнанбайұлы тегінде адам баласы, адам баласынан ақыл, ғылым, ар, мінез деген нәрселермен ғана озалады. Басқа нәрселермен оздым деудің өзі ақымақтық деп көрсетеді. Құрметті оқушылар, сендерге берілетін екінші тапсырма мынандай.
Берілген сөздер төңірегіндегі негізгі ой түйіндерін анықтаңыз дейді. Құрметті оқушылар, сіздерге берілген 18-ші қара сөз 3 азат жолдан тұрады. Ал ұсынылып отырған 3 сөз сол 3 азат жолдан алынған сөз. Яғни, берілген 3 сөздің төңірегіндегі негізгі ой түйінділерін тарқатып жаза қойыңыздар. Оқушылар, өз жауаптарыңызды мендегі болжамды жауаппен сәйкестендіріңіздер. Дұрыс іс. Абай, егер сен қоршаған адамдардың арасында өзіңнің дүниеңмен сыйлы боламын деп ойласаң, онда нағыз ақмақтардың бірісің дейді. Адам баласы сөзіне, біліміне, ісіне мән беріп, таза киініп, жақсы мінезді болып жүрсе, сол дұрыс іс болып табылады екен. Кербез сөзі. Кербездік адам бойындағы жағымсыз қасиеттердің бірі. Абай атамыздың айтуы бойынша, кербез адам надан, санасыз адам. Озу сөзі. Қандай ортада жүрсең де, ең бастысы ақылың жоғары және мінезің көркем болса, сонда ғана өзің өзгелерден озық боласың. Балалар, бүгінгі сабақтан алған білімімізді бекіту мақсатында сіздерге мына тапсырманы беремін. Мәтіннен негізгі 5 сөзді теріп жазыңыз. Сол сөздердің қатарына сол сөздің мағынасын ашатын мақал-мәтел жазыңыз. Балалар, өздеріңнің жауаптарыңды мендегі болжамды жауаппен сәйкестендіріңіздер. Мәтіннен алынған негізгі 5 сөз мыналар: ақымақтық, ақыл, ғылым, ар, мінез. Ақымақтық сөзінің мағынасын ашатын мақал. Ақымаққа айтқан сөз далаға атқан оқпен тең. Ақыл алтын сандық, адамына қарай ашылар. Бақыт белгісі ғылым мен ақыл. Бұл ғылым сөзінің мағынасына берілген мақал. Ар, малыңа сүйінбе, арыңа сүйін. Жақсы мінез сүйінтер, жаман мінез күйінтер. Мінез сөзінің мағынасына берілген мақал. Құрметті оқушылар, біз бүгінгі сабақта 18-ші қара сөздің мазмұнымен танысып, ондағы негізгі ойларды, негізгі түйіндерді шештік деп ойлаймын. Біздің оқу мақсатымызға берілген тапсырмалардың барлығын сендер жоғарғы білім деңгейінде орындап шыққандарыңа сенімдімін. Енді сіздерге берілетін үй тапсырмасы мынау. Қара сөздің мазмұны бойынша шығармашылық тапсырма, яғни сіздер эссе, өлең немесе мақала жазасыздар. Келесі білім алаңында кездескенше.